Екінші таймның 6-шы минуты жүріп жатыр. Есеп сандары әлі де болса 1-0. Бір салым айырмашылықпен Қарқаралы ауданы құрамасы әзірге алда. Міне алаңдағы 4 ойыншыға, жалпы командадағы 6 ойыншыға алаң сыртында тұрған жаттықтырушылары тапсырма берген. Сол жаттықтырушының тапсырмасын бұлжытпай орындап жатқан Қарқаралы құрама командасының ойыншыларын көріп отырмыз. Бірі еңкейсіп, бірі қағып соғып, қарсылас команда шабандоздар еңкейсе серкеден ағыстырып жіберіп жатқанын көріп отырсыздар. Командалық жүйеде ойын көрсетіп жатқанын көріп отырсыздар. Бірақ та Ақтоғай ауданы құрамасының ойыншылары да жан алысып, жан берісіп жатқан, ат тұяғының астында жаншылып жатқан, міне Ақсеркеге еңкейіп жатқанын көріп отырсыздар. Кезек-кезек еңкейіп, бірақ та білектің күші жетпей жатыр ма, жоқ әлде қобалжу басым болып тұр ма, қорқыныш басым болып тұр ма, серкені көтеріп әкете алмай жатыр. Міне оданы күшейтіп алаңда шаң көтеріліп, Қарқаралы құрамасының екінші салымына облысымыздың намысын қорғап жүрген Қарқаралы ауданы Сарыобалы елді мекенінің тумасы Төлеухан Темірлан шабандоздың атынан 5000 теңге. Ал жігіттер, әрекет жасаңыздар. Алтынға буын ағаларың Темірлан шабандоздың атынан 5000 теңге серке жерден көтерілді. Ақтоғай ауданы шабандоздары көтергеннен кейін, бірақ та тақымға басып үлгермей жатыр. Қарқаралы командасының ойыншылары да міне серкеге жата тартып жармасып жатқанын көріп тұрсыздар. Қарқаралы ауданы Теректі ауылының түлегі Болатұлы Жұмат шабандоздан 5000 теңге